Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін муравейниктің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамына жұмыртқа, қант, сары май, ұн және ас содасы керек. Ыдысымызға жұмыртқа, қантты салып, екеуін венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ас содасын салып, оны да араластырамыз. Жұмыртқалы массаға ұнды електен өткізіп, екі бөлікке бөліп саламыз. Қолға жабыспайтын қатты қамыр илейміз. Иленген қамырды мұздатқышқа жарты сағатқа салафанға салып қойып қоямыз. Мұздатылған қамырды 4-5 бөлікке бөліп, үккіштің көмегімен дәл видеодағыдай өткізіп шығамыз. Бірақ өткізілген қамыр қалың болып кетпеу қажет. 180 градус қызып тұрған пеште 5-7 минут пісіріп аламыз. Өте жылдам піседі. Піскен соң толықтай суытамыз. Муравейниктің салмасына вареный сгущенканы қолданамыз. Жақсылап араластырамыз. Мен осындай стаканның көмегімен шырша тәріздес форма жасадым. Суға бір салып, муравейнигімізді ішіне салып, осылай тәрелкеге төңкереміз. Суға салынған себебі стаканға жабыспайды, тез түсетін болады. Және форманы жасап болған соң тоңазытқышқа қойып қоямыз. Муравейниктің формасын өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты және әртүрлі етіп сәндеуге де болады. Мен осылай қант ұнтағымен сәндедім. Видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына 100% сенімдімін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.